Сәлеметсіздер ме? Мен Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының Рудный қаласы білім бөлімінің номер 15-ші жалпы орта білім мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Қуанышбаева Амина Саматқызы. Ғылыми жетекшім Аманбаева Жұлдыз Көшекбаевна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Мен заманауи кеңістікте Ыбырай Алтынсариннің мұрасын пайдалану тақырыбында ғылыми зерделеу жобасын жүргіздім. Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауында біз Қазақстанның барлық азаматтардың отаншылдық сезімі мен еліне деген сүйіспеншілігін, адамгершілік сезімдерін дамытуға тиіспіз деп айта кеткен. Осы орайда жұмысымның мақсатына тоқталатын болсақ, Ыбырай Алтынсарин еңбектерінің мағыналылығы, әлі күнге дейін құндылығын жоймаған, өз білімін өмірде қолдану керектігін айқындаған, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеуде, жасөспірімдердің бойына прагматизм қалыптастырып, білімнің салтанат құру керек заманда да қажеттілік туындатқанын көрсету. Міне, осы мақсатты жүзеге асыру үшін бастауыш сыныптарда оқыту жолдарын қарастырып, көркем шығармаларды оқып, мазмұнын ұғынуымыз қажет. Көркем шығармалардың жазылу ерекшеліктерін, кейіпкерлер бейнесін талдай біліп, көркем шығармаға, ондағы бейнелерге баға беріп, пікір айтуды үйренуіміз керек. Үйірме факультативтерге авторлық жұмыстар енгізіп, TikTok бағдарламасы арқылы шығармаларды насихаттау жұмыстарын енгізу, ұялы телефонға қосымша орнату, виртуальды саяхат ұйымдастыру, Ыбырай Алтынсарин мұражайларында, мавзолейлерінде түрлі сабақтар ұйымдастыру қажет. Жобамның өзектілігі үйдегі телевизорлардағы кинолар мен фильмдерден қарағанда көркем әдебиеттің беретін тәрбиесі зор екенін ұғындыру. Ыбырай шығармаларындағы көрегенділікті мысалдар арқылы көрсете отырып, қазіргі күнгі өзекті бәсекеге қабілетті тұлғалар тәрбиелеуде Ыбырайдың да үлесі бар екенін көрсету. Ыбырай шығармаларының құндылығы мен заманауилығына тоқтала отырып, талапқа сай қолданысқа енгізу. Жоба жұмысының мазмұны кіріспеден басталып, Ыбырай Алтынсариннің қазіргі жаңартылған білім мазмұнындағы педагогикалық мұрасының рөлін айқындау, қазіргі заманауи заман мен Ыбырай шығармаларын өзара салыстыру, Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын бастауыш сыныптарда оқытудың маңыздылығын түсіндіру және пайдаланылған әдебиеттер тізімін көрсету. Кіріспе бөлімде Ыбырай шығармаларындағы көрегенділік, яғни алдын ала болашақты болжай білгендігінде және тәрбиелілік. Ыбырай шығармаларының әрбір шығармасын оқып, қарастырып қарайтын болсақ, тұнып тұрған тәрбие. Құндылық, қазіргі өзін-өзі тану сабағында біз құндылықты өтеміз, бірақ Ыбырай сол кезде құндылықты алдын ала болжап айтып кеткен. Білімнің салтанат құруы. Білімге кезінде Ыбырай атамыз кел балалар оқылық деп әрбір адамды шақырған. Бірақ біз қазір білімнің жаңа шыңына жетіп отырмыз, яғни жаңа оқу жүйесіне көшіп отырмыз. Біз үшін ол өте үлкен жетістік, заманауилық. Қазіргі таңда Ыбырай шығармалары шаң-шаң болып архивтерде жатқан жоқ. Яғни әлі күнге дейін Ыбырай шығармаларын оқимыз біз. Және де ол әлі күнге дейін қолданыста. Цифрлық Қазақстан, электрондық оқулықтардың және аудио кітапшалардың болуы, яғни Ыбырай шығармалары электронды түрге өтуі. Бірақ осы орайда тағы бір өз ұсынысымды білдіре кететін болсақ, қазіргі жастар TikTok платформасын көп қарайды. Неліктен Ыбырай шығармаларын осы TikTok платформасына енгізіп насихаттамасқа? Және Ыбырай шығармалары сол кезден-ақ мақсат қоюды, білім алуды, оқуды міндет еткен, яғни біз үшін соны насихаттаған. Бұл прагматизм немене? Бәсекеге қабілетті тұлға. Біз бәсекеге қабілетті тұлға тақырыбын қазіргі таңда қарастырып жатырмыз. Бірақ Ыбырай сол кезде-ақ бәсекеге қабілетті тұлға тақырыбын айтып кеткен. Және қажеттілік қазіргі заманда, яғни әрбір адамның телефонға бағынышты болып қалған заманда Ыбырай шығармалары біз үшін қазіргі таңда ең қажетті дүние. Яғни бізге өте қажет. Негізгі бөлімде Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасының рөлін айтамыз. Яғни Ыбырай атамыз сол халықтық педагогикадан алған тәлімдерін біліммен ұштастырып, қазақ балаларының бойына сіңіруде ең тиімді жолдарын таба білді. Көбінесе Ыбырай атамыздың шығармалары ұлттық мәдениет, яғни шығармалардың көбінде халықтық психологиямен үндесіп жатыр. Салт дәстүрден аттамай, әдет-ғұрыптарды сипаттап, әрбір шығармасында этнографияға да көңіл бөліп кеткен. Осы жерде Ыбырай шығармалары өмірмен сәйкестігін, тәрбиелеуді тиімді жолдарын іс-әрекетпен көрсетеді емес пе? Жаңартылған білім мазмұнында Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін бағдарламаға енгізсе, тәрбиелік мәні зор қуыршақ театрлар біртұтас Ыбырай атамыздың шығармаларына арналса, тірі сабақтар мұражайларында, мавзолейлерінде өткізілсе, TikTok бағдарламасы арқылы шығармаларын насихаттаса, ұялы қосымшаға бағдарлама жасалса, жасөспірімдердің санасына сіңіруді тиімді жолдары жаңаша қарастырылса, нұр үстіне нұр емес пе?
қазіргі заманауи заманмен ыбырай. Мектептегі тәрбие тұжырымдамасына сай, тәрбиенің 8 бағытына сай ыбырай шығармалардың тәрбиелік құндылықтарын аштым. Яғни Ыбырай Алтынсариннің кез келген туындысын алып қарасақ, балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ең бірінші маңызға орынға қояды. Бұл қағида бүгінгі таңда мәнін жойған емес. Мектептегі тәрбие жұмыстары 8 бағытқа сай орналастырылған. Азаматтық патриоттық тәрбие, рухани адамгершілік құндылықтар, эстетикалық еңбек тәрбиесі, экономикалық, экологиялық және де тағы да басқа. Осы орайда мысалдар келтіретін болса, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған деп, Ыбырай атамыз әрбір жасты еңбектенуге шақырады. Яғни осылай алып қарайтын болсақ, әрбір шығармасы бізді тәрбиелеп, көптеген қасиеттерді көрсетеді. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп, ойнатып, сергітетін, жалқау болсаң, балалар жаман болсаң, қамқор анаң көз жасын көлдететін деп, осы өлең шумақтарында отбасындағы ата-ананың рөлін, яғни отбасындағы қарым-қатынастарға тоқтала кеткен. Яғни тәрбиесінің 8 бағытында Ыбырай Алтынсариннің шығармаларынан табуға болатын анық. Алдын ала болжап айтып кеткендей, тағы бір қырына алатын болсақ, қазіргі заман дәуірінде тұрмыс тіршілікке орай шындық реалистік өмірдің сипатын жазды. Мысалы, Баев баласы мен кедей барласы, яғни жарлы баласы шығармасы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мәдениеті Ыбырай шығармаларында орын алудың байқадым. Және өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деген білімнің салтанат құруы, ғылымның дамуы, яғни WhatsApp, SMS, әлеуметтік желілер тағы да басқа. Енді осы орайда сол кезде болжап кеткен және қазіргі кезде орын алып жатқан оқиғаларға мысал келтіретін болсақ, жаңа айта кеткенде айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Яғни бұл техника заманы. Цифрлық Қазақстан ұялы телефон, WhatsApp желісі, Instagram, Facebook, ВК қашықтық платформаларға көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызып жатыр. Және аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды. Яғни түсініп қарап отырсақ, біздің қазіргі заманда пайда болып жатқан ұшақтар, пойыз жолы, жедел пойыз және де тағы басқа техникалардың болатынын болжаған. Бұл шындық. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезде жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай деген жолдары тобықтай сөздің түйінін шешіп беріп отыр. Осы орайда біздің мектептің оқушысы 1-ші сынып Ахмад Маратұлының осы өлеңді насихаттап мәнерлеп оқу байқауында, облыстық ұлы мұра байқауында жүлделі 2-ші орынға ие болған мақтанышпен айтып кеткенді жөн көрдім. Яғни осы сілтемеде берілген. Аздаған елдің хандары, тақ үстінде отырғандары, жарыдан алып байларға сыйласып берсе керекті. Дәл қазір болып жатқан сыбайлас жемқорлықтың нақты бейнесі емес пе? Міне, Ыбырай шығармаларының қай-қайсысына алсақ та заманауилықпен көрініп тұр. Сыйса көйлек үстіне тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Яғни жаңа айта кеткендей, педагогикалық тәсілмен балаға еңбекке тәрбиелеуді анық көруге болады. Қазіргі бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруда Ыбырай әңгімелерінен де табуға болады. Қазіргі кезде бәсекеге қабілетті, мақсатты, қиындыққа төтеп беретін тұлға қалыптастыруда ол кісі алдын ала болжап біліп, бүгінгі өмірдің сипаты Ыбырай шығармаларында анық көрсетіліп тұрғанын қалайша аңғармасқа? Қорытынды бөлім, яғни Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын бастауыш сыныптарда оқытудың маңыздылығын айта кетсем. Ыбырай өлең әңгімелері түгелділік оқушыға түсінікті, тілі жеңіл, тәрбиелік мәні зор. Оқып отырған оқырманына үлкен ой салатындай тақырыбы әсерлі, көркем бейнеленген және ойын жеткізуге тілдік стилі ерекшелігі зор. Бастауыш сыныптарда қосымша сынып сағаттары, ашық тәрбие сағаттары, үйірме немесе факультативтер аясында тұрақты өткізілсе артық болмас еді. Мектебімізде іс-шаралар, яғни Қазақстанның 7 кереметі жобасының бейнесі. Және Ыбырай Алтынсариннің мавзолейіне барып қайттық анау жылы. Яғни Қостанай облысында орналасқан мавзолейге барып қайттық. Мен де өзім бардым, маған ұнады. Яғни ол мавзолейдің өзінен Ыбырай Алтынсариннің қаншама шығармасын байқауға болады. Яғни осы жерде ескерткіштерге жазылған, яғни және Ыбырай Алтынсарин мавзолей жөнінде осы жерде біз түскен фотолармен, естеліктермен бөлісе кететін болсақ, 4-ші суретте Қостанай облыстық Ыбырай Алтынсариннің мраморлы мұражайына барып қайттық. Яғни жалпы 45 оқушы барып, Ыбырай Алтынсариннің еңбектерін, олардың өмірінде қажетті заттарын, яғни барлығын көріп, тамашалап, өзімізге бойымызға үлкен әсер алдық.
Осы жоба қорытындылай кететін болсақ, осы жоба арқылы Ыбырай Алтынсарин шығармалары тәрбие мен өнегеге бай екенін көрсетті. Бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруда отандық түрлі өнімдерді шығармалар арқылы насихат жұмыстарын жүргізе отырып, рухани жаңғыру аясында түрлі іс-шараларды байланыстыра өткізіп, өміршеңдігін дәлелдеу. Осы жоба арқылы оқушылармен виртуалды саяхат жасау. Және де өз ұсыныстарымды білдіре кететін болсақ, цифрлы Қазақстанның дамуының өзіміздің ұлттық тағылымымызға да бағыттасақ, Ыбырай Алтынсарин мұражайларында, мавзолейінде тірі сабақтар өткізсек, виртуальды саяхаттар ұйымдастырып отырсақ, көрмелер ұйымдастыру, қуыршақ театрларын жиі-жиі сахналасақ, қазақша Ыбырай Алтынсарин шығармаларына TikTok түсіру арқылы оқушыларды қызықтырып, олардың ынтасын ояндырсақ, қосымша сынып сағаттары, ашық тәрбие сағаттары үйірме немесе факультативтер де өткізіліп тұрса. Ыбырай Алтынсарин туралы қолданыстағы электронды нұсқалардың сілтемелерін осы орайда көрсетіп кетсем, мысалы аудиокітаптар, аудиожазбалар және әңгімелер мен ертегілері, олар Ыбырай атындағы мұражайлар және де Ыбырай Алтынсарин атындағы арқалық педагогикалық институты мен Ыбырай Алтынсарин мұражайы және Ыбырайға арналған көше аттары туралы толық мәліметтер осы сілтемелерде берілген. Назарларыңызға рахмет.